Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Кітап оқып жазсақ атты марафонда 4-ші сыныпта берілген Алиса ғажайыптар елінде атты кітап. Кітап біздің асып таспайтын асыл досымыз. Кітап білім, ол кітаптар. Қазіргі таңда оқушылардың көпшілігі компьютерде отырады. Келешекте кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал балалар, бізге берілген Кэрол Луистің Алиса ғажайыптар елінде атты кітабы берілген, иә? Біз бұл кітапты барлығымыз оқып шықтық па? Иә! Ал енді оқып шықсақ, біз осы кітаптың ішіндегі қандай кейіпкерлердің жақсы қасиетін өз бойымызға алдық. Қайсы кейіпкерлердің жаман әдеттері біз ондай әдеттерден аулақ болу керек екенін түсіндік, иә? Ал енді қалдыршы осы кітапты аялмай табыл. Маған Алиса ғажайып елінде деген кітаптың ішінде Қоян мен Алисаның екеуінің достықтары, аралықтары өте қатты ұнады. Сондықтан екеуінің араларындағы аралығын өз бойыма сіңірдім. Жақсы. Бұл кітап маған қатты ұнады. Бұл кітапта жұмбақтар мен ойындардың таңғажайып саяхатқа шығады. Бұл кітапта жұмбақтар мен ойындар ұнады. Жақсы. Алиса ғажайыптар елінде маған бәріш тұрған күн тақырыбы өте қатты ұнады. Онда патша сотты өзі қарады. Патшаның түсірген бәрішті түйе табан балта ұрлап кетеді. Түйе табан балтаны іс-әрекет ұнамады, өйткені ол біреудің еңбегін ұрлады. Өте жақсы. Жансая. Маған бұл кітаптың ішінен басты кейіпкер Алисаның іс-әрекет ұнады. Себебі бұл барлығымен дос болып, яғни адал дос болуын мен өз бойыма алдым. Өте жақсы. Бұтың сұраған Алиса өзінің кім екенін білмейді, яғни ол өзі үлкен бірлесек ішінде болады. Сондықтан ол өзінің кім екенін білмейді. Маған осы әңгіме ұнады. Өте жақсы алып жүре ма? Ең бірінші тараудағы Алиса басқа жаққа тап болып, құтыдағы шырынды ішіп кішкентай болған қызық болды. Жақсы. Олай болса балалар, біз бұл кітапты аяқтап шықтық. Енді бұл кітапты өткізіп, жаңа кітап алып оқимыз ба? Иә!